Баршаңызға сәлем. Бүгін шайдың пайдасы мен зиянын айтатын боламын. Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Шайдың емдік шипасы. Сүт қосылған қою және тәтті шай халық емінде нашадан, дәрі-дәрмектен, ішімдіктен уланған жағдайда және уланудың бетін қайтаратын емдік сұйықтық ретінде пайдаланылады. Бал, қара бұрыш қосылған шай зәр қуғыш немесе тыныс жолдарына суық тигенде терлететін дәрі орнын басады. Жас шай жапырағының шырынымен, шай шырын сөлімен немесе ұнтақталып үгітілген кепкен шаймен дененің күйген жерлерін емдейді. Кепкен көк шайды шайнау жүрек айнығанда немесе аяғы ауыр әйелдерде, автокөлікте шайқалғанда қатты лоқсуды басуға көмектеседі. Көк шайдың қою тұнбасы денедегі сыртқы жараларды, тіпті жүйелі пайдаланған жағдайда асқазан мен аш-ішек жараларын жазады. Көк шай тұнбасы қан қысымын түсіреді. Кешегі шай бұзылмаған болса, оны тәнге тарту арқылы емдік мақсатқа пайдалануға болады. Себебі бір тәулік тұрған шайда қышқылдар пайда болады. Тіл ойылғанда, экзамаға, теріге жарақат түскенде, іріңді жараларға ем ретінде қолданылады. Кешегі шаймен көзді сүртсе, қызарғаны басылады. Таңертеңгі және кешкі тісті жуар алдында онымен ауызды шайса, тістің түбі нығаяды. Шай түрлі бактерияларды өлтіре алатын күшке ие. Негізінен ол сүзек, дизентерия тәрізді аса қауіпті бактерияларды жояды. Шай қан құрамын, жүрек жұмысын жақсартады. Шай бүйрекке тас байлануын болдырмайды. Жақсы өскен шай жапырағында С, В1, В2, А, Пи дәрумендері бар деп, оны бет алды іше берсең, шай өңіңді өзгертіп, ұйқыңды қашырады. Шайды тым қою етіп дайындап ішсең, оның құрамындағы кофеин жүйке жүйесінің қызметін қоздырады, қан қысымын күшейтіп жібереді. Шай 18 градус ыстықтан төмен болса, жұпар иісі мен адам жанын сергітетін шипасын, дәмдік татымдылығын жоғалтады. Шай тұнбасындағы Пи дәрумені адам ағзасына С дәруменінің жақсы сіңуіне көмектеседі. Ал С дәрумені жетпеген жағдайда адамға көк шай ішу қажет. Көк шайды дұрыс пайдалана білген адам ерте қартаймайды. Шай тұнбасы қан капиллярын бекітеді, жүйкені жақсартады. Көк шай адамды семіртпейді, несеп бөлу және жүрек бұлшық еттерінің қызметін күшейтеді. Қан қысымын төмендетеді, адам жанын сергітіп сейілтеді. Көк шайда жан мен тәнді жадырататын дәрумендер бай. Ол жүрек тамыр ауруларына өте пайдалы. Адамдардың ерте қартаюына, әжімнің ерте түсуі не ағзадағы дәрумендер мен микроэлементтердің аздығы басты себеп екендігі белгілі. Ал көк шай құрамында поливитаминді бұл жағдайда ынталандырушы құрал ретінде емдік профилактикалық мақсатта сәтті қолдануға мүмкіндік мол. Американдық зерттеушілер көк шайдың адам терісінің өліп бара жатқан клеткаларын тірілтетінін анықтады. Көк шайдың құрамына кіретін полифенол ДНК-ның өзгеруіне, рак ауруының ұшырататын радикалдармен күресуге бейімді болып шықты. Сонымен қатар полифенолдың сау клеткаларды қорғап, ісікті жоятын қасиеті бар. Болашақта ғалымдар көк шайдан диабет немесе тері ауруларын емдейтін дәрі алмақшы. Таңертең ащы кофе ішуге үйренгенсіз бе? Оның жүрек пен бауырға зиянды екенін білесіз бе? Егер оны шипалы сусынға ауыстырғыңыз келсе, көк шайды таңдаңыз. Көк шайға бір бөлік лимон мен шай қасық бал қоссаңыз, адамға мол күш-қуат беретін сусынның дайын болғаны. Көк шай жүйке жүйесін тынықтандырады. Ал кейбіреулер оны салмақ тастау үшін де ішеді. Әр нәрсенің пайдасы мен зияны болатын секілді, шайдың да зияны бар. Алайда шай белгілі бір уақыттарда ішуге болмайтын кезеңдерде зиянын тигізбейді. Шайды ішуге болмайтын кездер. Аш қарынға ішпеңіз. Ас қорыту жолындағы ішкі мүшелер шайдың кесірінен зақымдануы мүмкін. Шайды өте ыстық кезінде ішуге болмайды. Ыстық шай ауыз бен жұтқыншақты ас қорыту жолдарын күйдіреді. Бұл сусынды суып қалған күйінде де болмайды. Онда шайдың кесірінен қақырық тұрып қалуы мүмкін. Шайды тым ащы қылып ішпеңіз, ол денсаулыққа зиян. Егер түн уақыты болса, ұйқыңыз келмей,
басыңызды ауыртуы мүмкін. Дәрі-дәрмек қабылдаған кезде шай ішуші болмаңыз, себебі шай дәрінің күшін жояды. Шайды тамақтан алдын немесе тамақтан кейін ішуге болмайды. Тамақ пен шайдың арасы 20-30 минуттай болу керек. Шай тұрып қалса, оны ішуге болмайды. Негізінде шай демдегеннен кейін 20-30 минуттан кейін өзінің құрамындағы заттармен қышқылдану процесін бастайды. Қош иісті заттар мен пайдалы деген құрамдас бөліктері жарамсыз болып қалады. Қайта-қайта демдеген шайдың пайдасы жоқ, керісінше зияны бар. Алғашқы рет демдеген шайдың пайдалы заттардың жартысына жуығын алсаңыз, екінші рет демдегенде 30%, ал үшінші рет демдегенде 20%, ал одан кейінгісінде 10% пайдалы заттарды ала аласыз. Көп мөлшерде ішуге болмайды. Қара шайды және көп пайдаланудың зияны бар. Сондықтан күнделікті қалыпты мөлшерде сақтаған жөн. Қалыпты мөлшерде ащы емес шайдың 4-5 шыны аяғы болады. Бүгін мен берген ақпарат сіздің пайдаңызға жарады деген үміттемін. Соңына дейін көргеніңізге рахмет.